қисық системаны өзгертуіміз керек. Позитивті қарап отырған адамдар шамалы. Әрбір бизнесмен төлеу керек. Ірі бизнеске 1% салықты көтеріп, осы бюджет тапшылығын жаппаймыз деген сұрақ туындайды. Үлкен алдымызда мақсаттар қою мүмкін емес. Түптеп келгенде оны төлейтұғын соңғы тұтынушы халық. Бизнес деген ол деген су сияқты. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті подкастымызды бас қосып отырмыз. Бүгін біздің студияның қонағы мемлекет қайраткері, экономист, Қазақстан премьер-министрінің орынбасары және ұлттық экономика министрі Серік Мақашұлы Жұманғарин мырза. Қош келдіңіз. Бүгін қоғамда алаңдатып отырған ең негізгі мәселе қосылған құн салығы болып отыр. Салықтық реформаны түбегейлі өзгерту, жаңалықтар енгізу сіздің кезегіңізге келіп отыр. Сондықтан ең алдымен мынау тәуелсіздік жылдар басынан бері бизнесте жұмыс істеген маман ретінде, бизнес жүргізген адам ретінде, жалпы мемлекет қызметке бизнестен келген менеджер ретінде сіз ол саланы өте жақсы біледі деп түсінеміз. Және қазіргі таңдағы мынау талқыға түсіп жатқан мәселелерді терең түсінеді деп білеміз. Осы орайда сұрақ, жалпы мына салық реформасы не үшін және кім үшін жасалып жатыр? Өте маңызды сұрақ. Бірінші атап өтіп кетейін, ол деген менің ойымша ол дұрыс емес. Көбісі ойлайды, бұл реформа тек жаңағы қосымша құн салығының реформасы деп. Жалпы айтқанда бұл деген өте терең реформа. Бюджеттік салық саясатын түбегейлі өзгертуге арналған. Қосымша бүкіл ішкі нарықтағы жаңағы салық төлеу, ертең бюджеттің шығыстарын, кірістерін, шығыстарын қалай пайдалануға арналған бүкіл философияны өзгертетін реформа. Бірнеше рет мен айттым, бұл деген былай жалпы айтқанда жаңа әлеуметтік шарт. Үкімет пен жаңағы салық төлеушілердің арасындағы. Себебі былай бір түсіндіріп кетейін. Менің ойымша 2004, мүмкін 2002 жылы басталған мәселе. Ол кезде мұнайдың бағасы жақсы көтеріліп кетті. 2 есе. Сол себепте басталған, себебі бір эйфория болған ба, кім біледі. Біздің ол кезде жұмыс істеген әріптестерінің ойы дұрыс, әрине. Біраз жүктемені өзімізге алып, бизнеске болған салық жүктемесі біріншіден, оны азайтуға. Ол деген өте дұрыс мәселе. Бірақ мысалы салықтарды азайтсаң, санын азайтсаң, көлемін азайтсаң, ертең бизнеске жүктемесін азайтсаң, ол деген енді экономикалық заң. Бизнестің санын өсет, экономикалық өсуіме әсер ететін нәрсе ол деген. Бірақ ол заңның бір жағы. Екінші жағы, осындай жеңілдету берсең, мына жағынан, әкімшілік жағынан, административтік жағынан жұмысты нығайтуың керек. Біздер мына жағынан жеңілдік беріп, салықтың енді көлемін азайтып, жалпы айтқанда 20%-дан біздер ққс салығын 12%-ға дейін төмендеттік, корпоративтік табыс салығын 30%-дан 20%-ға дейін төмендеттік. Соған қосымша тағы да біраз жеңілдіктер бердік. Ірі бизнеске әсіресе? Ірі бизнеске емес, шағын және орта бизнесқа. Тексеруді азайттық. Мына жаңағы салық комитетінің өзінің құзыреттерін азайттық, мүмкіншілігін азайттық. Біраз салықтан жеңілдіктер бердік. Мына жаңағы кеше парламентті депутаттардың алдында сөйлегенде 454 қазіргі уақытта льготадан біз қазір 128-ін қысқартып жатырмыз. Артық бергенбіз.
Сондай либерализация мүмкін емес мына жаңағы жеңілдіктер берген кезінде. Қарсы жеңілдіктер берсең, мысалы, салықтың көлемін азайтсаң, мына жақтан административтік күштеріңді көтеруің керек. Себебі бақылауға алуың керек. Біз олай жасаған жоқпыз, сол себепте жаңағы айтқандай біздерде ұсақтандыру мәселелері көбейіп кетті. Бизнес деген, ол деген су сияқты. Әрқашанда өзінің пайдасын күтіп отырады. Әрине, мүмкіншілік болса, салықты аздау төлеуге. Бизнес ол мүмкіншілікті әрқашанда пайдаланады. Біздер мен 2012 жылдан бастап 2019 жылға дейін экономика министрлігінде істедім. 1,5 жылға вице-министр жаңағы өңірлік даму министрлігі ол кезде құрылды. Онда да мен басқардым осы саланы, бизнесті дамуды, қолдауды. Сол кезде біздің арманымыз бизнестің санын көтеру және бизнестің жалпы ішкі өніміне, өзінің көлеміне үлесін 20%-ға дейін көтеру деген мақсаттарымыз болды. Қазіргі уақытта біздер мысалы ККС-ті алсақ, ККС жалпы ішкі өнімнің көлемінде қазіргі уақытта жиналығы тек 14%. 14% біздерде. Дамыған елде 20%-дан астам. Басқа салықтарды алсақ, тап сондай. Жиналымы өте төмен. ККС-ті алсақ біздер қазіргі уақытта ККС пен жаңағы корпоративтік табыс салығы екі ең маңызды қазір Қазақстанда салығы болып есептеледі. Әрине ККС бірінші орында, корпоративтік табыс салығы екінші орында. Бірақ оның ішінде қазіргі уақытта шағын және орта бизнестің үлесі өте төмен. Өте төмен. Оны түсіну керек. Ең үлкен үлесі ол ірі бизнестің 66%-дан астам қазіргі уақытта. Неге қазіргі бюджет түсімінің 85%-ын жауып отырған ірі бизнеске 1% салықты көтеріп, осы бюджет тапшылығын жаппаймыз деген сұрақ туындайды? Болатын еді. Тағы да бір салық, қосымша тағы да бірдемені іздеп, табып, әлде салыққа ірі бизнесқа көтерсек, бірақ ірі бизнес деген біздің енді негізіміз. Оны қазір жоғалтсақ, тіпті ертең салық кірістерсіз қаламыз біздер. Сол себепте мынаны өзгертпей, дұрыстамай, ертең болашақта үлкен алдымызда мақсаттар қою мүмкін емес. Сол себепте менің жаңа айтқаным, бұл деген реформа салық туралы емес. Салықты көтеріп, сіз айтқандай, ірі бизнеске біраз шаруаны бірден шешуге болатын еді. Бірақ ертең не болады? Оның арасында тәуекелдер өте көп. Ірі бизнес жабылса, басқа мемлекеттерге кетсе, әлде шыдамаса, жаңа қосымша жүктемені, салық жүктемесін. Онда не істейміз біздер? Не болса да, мына біздіңгі қазіргі уақыттағы мына қисық системаны өзгертуіміз керек қой. Бүгін істемесек, ертең кім жасайды оны? Салықты төлеу керек, салықты әрбір бизнесмен төлеу керек. Қазақстанда оларға жағдайды біртіндеп, жеңілдікте, сұраныста бірдей болу керек. Ірі бизнессің ба, шағын бизнессің ба, орта бизнессің ба, микробизнессің ба, пайда таптың ба, өзіңе арналған салығыңды төле. Қашпа салық төлеуден. Ешқандай схема жасама. Оны жасамау үшін заңнаманы өзгерту керек. Оны өзгертпей, философияны өзгертпей, ертең бір-екі жылдан кейін тағы да осы сұрақтарға келеміз. Бәрібір. Қаражат жетпейді. Бюджет өсіп жатыр. Біздің әлеуметтік жауапкершілігіміз халықтың алдында өседі жылма-жыл. Себебі біздер әлеуметтік мәселе өте жоғары деңгейге көтердік. Оны әрине біздер халыққа әлеуметтік көмек бәрін жасауға енді міндеттіміз. Ештеңе істемеу де болатын еді. Себебі біздерде ұлттық қор бар,
Былай есептегенде тағы да 10 шақты жылға жетеді. Қазіргі жағдаймен жылма жыл 5 триллион алып, солай жалғастыра берсек, 2036 жылға дейін жететін өмір сүруге болады. Осындай асықпай жетуге болатын еді. Бірақ 2032 жылда, мысалы, балаларға арналған нацфонд қаражаттар бар ғой, ұлттық қордың. Әрбір балаға тек $8 тиетін еді жылына. Подкастқа дайындық барысында бизнес ортадан көп адамдармен сөйлестік, опрос жасадық, сауал тастадық. Негізі позитивті қарап отырған адамдар шамалы болды. Бәлкім бізге сондай респонденттер түсті ма? Арасында біз қазір кәсіпорындарымызды немесе бизнесімізді, өндірісімізді шетелге, көршілес елдерге көшіру мәселесін қарастырып жатырмыз дегендер болған жасырын емес. Әсіресе Өзбекстан, Қырғызстанды айтты. Осы мәселе бізге қаншалықты кері әсер беруі мүмкін? Біздің елдегі орта және шағын кәсіпкерлер кетуі мүмкін бе? Ондай сценарийді сіздер қарастырғандарыңызға сенімдімін. Және осы туралы кішкене ашып берсеңіз. Жалпы айтқанда, мына салық жүйесін алсақ толығымен, оны бөлек қарауға болмайды. Бүкіл мемлекеттік жаңағы бюджеттік жүйесін қарау керек. Бірігіп. Біздерде, мысалы, мемлекеттік бюджетті қарағанда 50%-ден астам, 60%-ға жуық әлеуметтік мақсаттарға жұмсалатын ақша. Халықты бизнесті қолдауға. Мына жаңағы бизнесті қолдауға бағдарламалар алсақ, одан да асып кететін шығар. Мысалы, көшер ертең біздің бизнесмен семьясын алып бүкіл ұлтын шұбыртып, мысалы, басқа мемлекетке көшсін. Келсе ертең, мысалы, баласына ешқандай төлемдер жоқ. Көмек жоқ. Қалтасынан төлейді. Бизнеске кредит алса, мына жаңағы нарық, қазіргі уақытта нарықта қандай ставка бар, сондай ставкамен алады. Ешқандай субсидия жоқ. Инфрақұрылымын өзі тартады объектіне. Аржағын білмеймін, бірақ мүмкіншілік өте жоғары, күні-түні тексерумен бизнес күндері өтеді. Мына жақтан ана тексеруші келеді, мына жақтан мына тексеруші келеді. Оның бәріне ешкім есептемейді. Себебі мына үкіметтің берген әлеуметтік көмегі, мына үкіметтің берген бизнесқа көмегі, бала тәрбиелейтін аналарға, балдарға, қарттарға беретін төлемдері, бүкіл жаңағы қолдау, ол деген біз адамдарға бизнеске берген жеңілдік. Оны ешкім есептемейді, беріп атқан деп. Бірақ бәрі бірдеме алсаң, бірден бастайды. Жағдайымыз нашарлады деп. Үкімет жаман деп. Мен алдағышан айтып едім, бірақ ол деген әрине популизм болады. Халықпен, бизнеспен ешқашанда үкімет саудаласпасын. Ол деген дұрыс саясат емес. Әрине біз қандай сын келтірсе де, кім келтірсе де біз шыдаймыз. Бірақ біздерде мына жаңа экономикалық институтымыз осындай қазіргі уақытта салыстыру дайындап жатыр. Мына жаңа мысалы жеңілдіктер болмаса, әлеуметтік көмек болмаса, біздің мемлекеттік әлеуметтік көмекке арналған мемлекет болмаса, сондай дамыған, осы салада дамыған мемлекет болмаса, ертең мына бизнесқа жүктеме қандай болатын еді? Жағдайың қандай болатын еді? Қалтаңнан шығарсаң бүкіл мына қаражатыңды. Ол де былай есептегенде КХС-қа аударсаң, онда 16% емес 26% болатын еді. Мен жалпы айтам әрине бұл. Мына жаңағы корпоративтік табыс салығын есептегенде 30% емес 40% болатын еді. Себебі оның барлығын сен қалтаңнан төлейсің. Сонда Европалық елдердегі жағдайға ұқсас қой. Америкадағы, иә? Әрине. Мына жерде жаңа ХКС туралы айттыңыз. Түптеп келгенде қосылған құн салығы әуе баста ол кәсіпкердің ақшасы емес қой. Бастапқыда.
ол әу баста мемлекетке төленетін салық күйінде қабылдау керек сияқты. Себебі ол бірінші. Екіншіден, мынау қосымша құн салығын қазір 16%-ға көтергеннің өзінде оны ешбір кәсіпкер өз қалтасына төлемейді ғой. Ол бәрібір мемлекетке кететін ақша. Ол бәрібір өзінің қызметі мен тауарына қосылатын үстеме, иә? Түптеп келгенде оны төлейтұғын соңғы тұтынушы, халық, қарапайым сатып алушы. Ол дегеніміз, оны қалай түсінсек болады? Демек, ол Қазақстан бойынша барлық тауарлар мен қызметтер транзиттік салық қой, транзит. Сондай деңгейде қымбаттайды деген ұғым бола ма сонда? Ол деген нарыққа байланысты. Бұлай жалпы айтқанда, біздерде жаңағы жиналым коэффициент деген бар, деңгейі. Қосымша құн салығының жиналуы қазір уақытта 2,5-2,6%. Ол не деген? Әрбір 100 мың теңгеден обороттан, товар айналымынан, әлде бүкіл обороттан біздер тек 2,5 мың теңге ККС арқылы бюджетке аламыз. Ол көп емес, жалпы айтқанда. Неге? Это средняя цепочка, ол орта цепочка, иә? Неге? Себебі сіз дұрыс айтасыз, ол тізімінде болады ғой. Мұнда мысалы біреу алады товарды, екіншіге сатады. Онда кіріс жағынан ККС болады. Мына кісі шамалы мүмкін бірдеме бір өндіріс жасайды, әлде жасамаса да, тек жалпы делдал болса, шамалы қосады да сатады. Айырмашылығы оның мына жақтан алған ККС, мына жаққа берген ККС-ың айырмашылығы 2,5%. Ең көбісі 2,6 біздерде. Бірақ ол деген нарыққа байланысты, салаға байланысты. Себебі мысалы біраз нарықта мына тұтынушылардың басқа жағдайлары жоқ. Азық-түлік нарығын алыңызшы. Азық-түлік нарықта ол деген эластичный, неэластичный нарықтар дейді. Эластичный нарық деген не? Ол деген мысалы баға өзгерсе, сұраныста өзгереді. Баға жоғары болып кетсе, сұраныс төмендейді. Баға төмендесе, сұраныс өседі. Ол деген экономиканың заң. Сұраныспен бағаның ортасында сондай корреляция бар. Бірақ кейбір нарықтар олар эластичный емес. Неге? Себебі басқа нарық жоқ. Амал жоқ. Қандай баға болса да аласың. Енді тамақ нарығы сондай. Сол себепте біздер босаттық тамақ нарықты. Әлеуметтік маңызды товарлардың нарығы ККС 0%. Ертең әсер етпейді. Кейбір дәрі-дәрмектер. Дәрі-дәрмектер, әлеуметтік дәрі-дәрмектердің тізімі болады. Басқалары да ауыл шаруашылық 70% жеңілдік бердік біздер. Себебі ол деген негізі ертең. Содан барлығы басталады. Мысалы, мен бір етіп шалбар тігу. Мысалы, қазақстандық өндірушілер шалбардың бағасын, костюм шалбардың бағасын көтеріп жіберсе, керек емес, басқа жерден барып Қытайдың нарығынан алады. Біздің тұтынушылар әлде Түркиядан алады, әлде Ресейден алады. Сол себебі ондай өндірушілер, олар тікелей мына ККС салығын бірде жаңа тұтынушыларға жүктей алмайды. Олар бөледі нарықты. Жарысын өзіне алады, пайдасын азайтады. Мысалы, жарысын тұтынушыларға. Нарық қосу, нарыққа, мысалы, нарықтарға жаңағы салықты қосу, толығымен аудару, орташа аудару, ол деген жаңа нарықтың өзіне. Демек, әрбір кәсіпорынның, кәсіпкердің жеке шешімі болайын деп тұр ғой. Ол деген жеке шешім емес, себебі ол нарыққа байланысты. Біздерде әрине бәсекелестік жоғары нарықтар бар. Онда бағаны кәсіпкерге нарық береді. Мысалы, нан бар ғой, қазіргі уақытта кірпіш дейміз ғой. Оның бағасы біздер айтамыз. 90-100 теңге, 120 теңге деп. Сол себепте қымбаттан қойсаң, халық алмайды оны, басқа нанын алады. Саған бағаны нарық береді. Кейбір нарықтарда. А кейбір нарықтарда, монополиялық нарықтарда, сен бағаны өзің айтасың. Сол себепте біздер монополия нарықтарды шектейміз. Ол деген экономиканың заңы.
нарыққа байланысты қандай баға болатынды, бірақ кейбір кезде бизнесмен өзі шешеді. Себебі біздерде қазір уақытта бәсекелестік жоғары нарықтар өте аз. Осы жерде сонымен қатар сән салтанат салығы деген талқыға түсті. Осы туралы кеңінен айтып берсеңіз, қандай мағынада? Мәселен, нарықтық құны 450 миллион теңгеден астам пәтерің болса деді. Алайда бұл жерде тек нарықтық құн туралы емес, басқаша коэффициентпен есептеледі деген пікір бар. Одан кейін жаңағы қымбат автокөлік, яхта мәселесі бар. Сол туралы түсінікті айтып берсеңіз. Дұрыс айтасыз. Ол деген бір салықтық мораль деген бар. Оның мәні бай адам көбірек төлеу керек. Ол деген аксиома емес. Бірақ халық оны жақсы көреді. Халыққа жағымды. Иә, жақсы жағады оған. Сол себепте бірақ ешкім айтқан жоқ. Жаңа сән салтанат ол деген бір бұзушылық, жаман нәрсе деп. Әрине бір адам өзінің еңбегімен тапса, мүмкіншілік болса, жақсы көрсе оны, ешқандай тыйым салынған жоқ. Бірақ ондай мүмкіншілігің болса, шамалы көбірек төлеуің керек. Ол сол мәні сонда. Себебі салықтың өзінің мәнінің негізі біреуден алып, жағдайы барлар, біреуге мысалы осал топтарға көмектесуге. Баланс жоқ, салықтың бір функция. Оның салықтың функциялары өте көп. Баланс болу үшін. Сол себепте біздер жаңағы осы идеяның ізін қуып, үйлерің, пәтерлерің 450 миллионнан астам болса, онда жаңа сән салтанаттың шамамен қандай көлемде болуы мүмкін? Ол деген өте күрделі расчет бар ішінде. Ол деген оценкаға байланысты қандай бағалау болады. Себебі жаңа нарықтың бағасымен жаңағы біздің ресми бағалаудың әрине айырмашылығы бар. Бірақ методикасы бар өзінің қалай есептелетін. Сол методика арқылы бағасы бүкіл өзінің объектілерінің бағасы 450 миллионнан астам болса, онда 3 миллионға жоқ төлесің, базалық сома болады. Оған қосымша айырмашылығынан тағы да мен қазір жалпы айтқанда 2% тағы да төлейсің. Ол жылына болады. Жаңағы 75 миллион деген, ол деген автокөліктің бағасы өссе. Жаңағы кеме, қымбат кеме болса, енді самолет болса, жеке самолет болса, оғанда тағы да 10% қосымша акциз көтеріледі. Қымбат темекілер болса, сигары, жаңағы бір штугы 10 мың теңгеден асса, және қымбат арақ шарап сусындар болса, оғанда қосымша акциз төленеді. Көп ақша емес ол. Бірден айтып кетейін, біздерде тізім бар, кімде қазіргі уақытта қандай пәтерлер бар, қандай жаңағы кемелер бар, яхталар, самолеттар бар. Әрине ол деген. Аса қатты әсер етпейді сумалар. Жоқ, олар қатты әсер етпейді, бірақ ол деген, мен жаңа айтқан, ол деген қағида, принцип. Сол себепте осы салық кодексінде ондай қағида біздер көздедік. Президент бұған дейін ірі бизнестің жаңағы бөлшектенетіні туралы айтты. Осы бойынша тағы да сіздер кәсіпкерлікті тіркеу туралы өзгерістер енгізу мүмкіндігін айттыңыздар. Ол қандай өзгерістер болуы мүмкін? Және жаңа технологияларды қалай қолдану жоспарлап отырсыздар сол мақсатта? Онда біраз бір маңызды идея басынан бастап, негізгі идея, ол деген қазіргі уақытта біздің жасаған жүйеміз, салық заңнамамыз қайта ынталандырады. Ірі бизнестен шағын және орта бизнесқа, микробизнесқа қашу, бөліну, салық төлемеу, салық төлеуден қашу. Сондай қарсы оптимизация жасау. Біздің мақсатымыз
оны қайда өзгерту. Кіші бизнестен, микробизнестен, орта бизнестен, ірі бизнесқа баруға, өсуге бизнесмендерді ынталандыру. Сол себептен, мысалы, арнайы салық режимде жұмыс істесең, қазіргі уақытта, онда 4% бөлшек салықты төлейсің. Жергілікті маслихаттар оны тіпті 2%-ға дейін төмендету, өздерінің шешімдерімен төмендету мүмкін. Бірақ мен оған әрине қарсымын. Бірақ ондай арнайы салық режимде істесең, осы арнайы салық режимде істейтін көлемінің бизнесмендердің ортасында не істесең де соны істе. Мына жаңағы жалпы салық режимде істейтін бизнесмендермен, ірі бизнесмендермен істеген келсе, онда оларға біз айттық, істей бер мына арнайы салық режимінің бизнесмендермен, бірақ ешқандай шығындарды ертең зачетқа ала алмайсың. Ешқандай шегіндеру мүмкін емес болады. Ол деген бір үлкен кедергі. Сол себепте неге біз олай айттық? Себебі мына ірі бизнесмендер көбісі олар жалпы салық режимде істейді. Олар қаражаттары көп. Мына шағын және орта бизнес солардың экосистемасында пайда көреді. Оларға, мысалы, сен келсең, ККС-ті төлемеу. Ол деген пайдалы емес. Олар ертең екеуінің арасында таңдағанда айтады, әрине, сен де жақсысың, бірақ сенен мен зачет ала аламын, ККС-ті. Сенен ала алмаймын. Сол себепте өзің ойла, әлде бізге кір, мына жаңа арнайы салық режимінен шығып, жалпы салық режиміне кірде, екеуміз жұмыс істейік. Сол себепте ол деген ынталандыратын механизм. Бұл қазір де бар механизм бе? Қазір де қазір бар, бірақ қазір уақытта олардың құнын жаңа сатып алуға, заттың құнын вычетқа алуға біздерде қазір мүмкіншілік бар. Мына салық кодексінде біздер оны жабамыз. Ол деген тек ККС-қа емес, қазіргі уақытта жаңағы КТС-қа да, корпоративтік табыс салыққа да әсер етеді мәселе. Сол себептен мынандай кедергі қойып, біздер шағын және орта бизнесті жалпы салық режиміне аударылуға, кіруге солай ынталандыру механизмін жасадық. Бұл орайда тағы бір негізгі месседждердің, негізгі ойлардың бірі әлеуметтік желіде халық ортасында айтылып жатқаны, салық көбейген сайын бизнес көлеңкелі жағына өтіп кетеді, қолма-қол ақшаға өтіп кетеді деген пікір бар. Осы рисктерді сіздер қалай қарастырдыңыздар және қандай мүмкіндіктер, сценарийлар бар? Ондай пікірді мен талай естідім. Қазіргі уақытта бизнес, жаңағы Қазақстанның ішінде тіршілік жасап жатқан бизнес ешқандай көлеңкеге мүмкіншілік жоқ кетуге. Себебі не істесең, сен тек жаңағы наличный ақшамен төлемесең, наличный ақшамен төлесең, әрине сені ешкім көрмейді, ешқашанда. Бірақ қашан төлейсің сен? Жақсы табарсың ондай нарықты, ондай сатып алушылы, сатушыларды сенмен жаңағы осы наличный ақшамен жұмыс істейтінді. Ұзаққа жетпейді ол ешқашанда. Себебі не болса да ертең мобильдік переводқа кетесің. Каспий бар, Халық банктың бар. Оны бәріміз салық комитет көреді. Ұлттық банк көреді оны. Электрондық счет фактура жазсаң біреуге, бірден көреміз. Қазір уақытта 1,5 миллион бизнесмен электрондық счет фактура арқылы көрінеді барлығы. Сол себепте салық қазір уақытта инфрақұрылым жүйелері салық комитетінің өте жоғары дамыған. Тағы да бір-екі инфрақұрылым ИСИН деген бар, ЕТАМға деген бар қазір уақытта, электрондық счет фактура деген инфрақұрылым жүйесі бар. Оның бәрінде бизнестің бүкіл жолы көрінеді. Сол себепте бұлай жалпы айтқанда тыға алмайсың. Қажет та жоқ.
Себебі біздер қазіргі уақытта мына жаңа ұсақ бизнесмендерге е-салық қызмет деген платформа аштық. Тіпті ашық болсаң, саған кварталда бір рет келеді, қандай салыққа байланысты келеді, осындай оборотың бар, осындай қазір саған арналған салық бар, келісесің ба? Келісем десе болды, салығың төленді автоматтық түрде. Қазірде бар, мүмкін қызық болса өзіңізде қарауыңызға болады. Ол шағын микробизнеске өте жақсы, орта бизнеске өте жақсы. Ірі бизнеске әрине басқа біздерде инструменттер бар. Сол себепте тығыла алмайсың. Сіз жаңа бір қоғамдық келісім керек дегенге жаңа айттыңыз, қазір сол туралы әңгіме болып жатыр. Соның ішінде түбіртектерге байланысты ұсыныстар болды. Қалайша жаңа қоғамдық келісім қалыптастыру, қалайша мына салыққа деген басқаша қарым-қатынас қалыптастыруды ойластырасыздар? Әсіресе түбіртек мәселесіндегі жаңашылдықтарыңызды айтсаңыз. Әрбір тұтынушы, әрбір сатып алушы түбіртек талап ету мәселесінде жатыр ма? Немесе сол арқылы олар әрбір кәсіпкерді жаңағыдай салықты толық деңгейде төлетуге мәжбүрлей ала ма? Немесе басқа жолдар бар ма? Жалпы оның негізі салық емес, салық төлеу емес. Оның негізі біздер ертең қандай мемлекет құрамыз. Болашағымыз қандай болады? Белсенді халық болады ма ішінде? Адамдардың бизнестің бір-біреуіне талаптары жоғары. Мысалы, көбісі көрініп тұр ғой. Сіз ресторанға барасыңыз, мысалы, алдыңызда 4-5 машинка қояды. Төлеген кезде. Мынаны тағамға төлейсің, мынаны сусындарға төлейсің, мынаны тағы бірдемеге төлейсің. Ол деген жаңағы алдыңызда нақты көрсетілген. Қалай бизнес ұсақтандырылады? Ірі бизнестің. Қонақ үйге барасың, әрбір этаж бөлек компания. Бірақ қожайын бір, осы бүкіл қонақ үйдің. Ол деген дұрыс па? Заңмен тыйым салынбаған ғой оған. Дұрыс айтасыңыз. Тыйым салынбаған, сол себепте сондай оптимизация жаңағы жүйелері, схемалары мүмкін. Біз оны қазір жабу бастадық. Ол деген бизнестің адам ретінде бизнестің мақсаты пайда табу екенін ескерсек, олардікі логикалық тұрғыдан дұрыс қой негізі. Әрине дұрыс. Бірақ біз жағынан да енді біздің өзіміздің пікірімізді естуіміз ондай мүмкіншілік болу керек қой. Біз бүкіл бизнестерге қолданыстағы жағдай жасаймыз. Инфрақұрылымды өткіземіз. Жолдар саламыз. Темір жолдарды саламыз. Бизнес климатты жақсартамыз. Әрбір мемлекеттермен жұмыс істеуге сыртқы нарықта жағдай жасаймыз. Мысалы, визасыз баруға, визасыз келуге. Бизнестің жаңағы несие мөлшерлеріне төмендетуге қазіргі қиын уақытта. Себебі мысалы ұлттық банктың базалық ставкасы өте жоғары. Біздер субсидия береміз, гарантия береміз. Әрбір фондтар ашылды, несие алу үшін. Саған бизнес жасасаң ешкім тиіспейді. Ол деген бүкіл бизнестерге жасалған жағдай бірдей. Ірі бизнес болса да, орта бизнес болса да, шағын және микробизнес болса да бәріне бірдей. Сол себепте біздің бір сұраныс. Дұрыстап пайдаңнан шамалы болса да салығыңды төлешеш, жасырылмай. Оны әрине біз түсінеміз, кезінде қате жібергенімізді. Қазір уақытта бүкіл жүйені біздер өзгертіп жатырмыз. Көбісіне ол ұнамайды. Біздер жаңағы сіз айтқандай басқа мемлекеттерге көшіп кетеміз деді. Көшіп көрсін. Бірден түсінеді айырмашылығы. Қазақстанда өмір сүру, басқа қандай мемлекет алса, көрші мемлекетімізді өмір сүру. Ешкімді мен қазір сынға келтіріп жамандап атқан жоқпын. Бірақ айырмашылық өте көп. Ешкім халыққа, бизнесқа, ешқандай мемлекет біздің көршіміз осындай жағдай жасалған жоқ. Қазіргі уақытта. Мына 40 миллион теңге межені неліктен 40 миллион деп таңдалды? Сол көптің көкейінде қалды. Не үшін 40 миллион? Бастапқыда 15, қазір 40. Және ол перспективада өзгере ма деген сұрақ туындап тұр. Былай жалпы айтқанда, әрине біздердің басқа пікіріміз болды.
Себебі 15 миллионға дейін, осы кедерге дейін, деңгейге дейін, мына жаңағы оңайтылған режимде істейтін 81% шағын және орта бизнесмендер жұмыс жасайды қазіргі уақытта. Сол себепте біздің расчеттарының астында негізі бар, статистикасы бар. 81%-ға ешқандай әсер етпейді. Ол деген қарапайым адамдар өзінің жағдайын жасап атқан. Айына 1.250.000 табатын. Салқын төлейді. Әрине, істеген жұмысының өзінің құны бар. Қолына қалатын 500.000, ең кемінде 600.000 қалады. Сондай адамдар. Бірақ қарсы есеп ол деген жаңа ұлттық кәсіпкерлік палата, депутаттардың есептегені, олардың бір қандай өрешігі болды. Мысалы, одан асса самал, 2 миллион асса, 2,5 миллион асса, не болады? Ол бизнесмен ертең көтере алады ма? Сосын біз келістік, жақсы, 15 миллион болмасын, 30 миллион болсын. 30 миллион жылына болса, ол айына 2,5 миллион теңгеде. Бірақ соңғы кезде онда біраз, осы 30 миллионның арасында да біраз тәуекелдер бар бизнесқа. Оны енді запас болсын, 40 миллионға қойыңыз деп. Біздер есептедік, бізге ең жаманы жаңағы бизнестің ұсақтандыру. Ол не деген? Ол тағы да екінші компания ашсаң, салықтан қашу үшін. Оның екінші компанияның ашылуы, оның құны саған қандай болады? Себебі ашу үшін сен оған директор табуың керек, офис табуың керек. Біздер қазір жалпы бұрынғыдай бизнесмендерге тек бөлінуге мүмкіншілік бермейміз. Себебі салық кодексіне біздер жазамыз. Олардың қандай признактары бар? Бір офис, бір компьютерден шыққан, бір бухгалтер істесе, бір директор бірнеше компанияларда, ол ұсақтандыру. Онда біздер... Бір өкет. Бір өкет. Онда біздер тексеруге шығамыз, әрине. Себебі бүкіл мына топ компанияларды бір компания деп есептейміз ертең, салық салғанда. Қазіргі уақытта көріп жатсыз өздеріңіз. Құрылыс компанияларға хабарлама берілді, жаңағы блогерларға, басқаларға. Ол деген ағымдағы салық комитеттің ағымдағы жұмысы. Жақсы. Соңғы сұрақ қалып отыр, уақыт тығыздығына байланысты. Енді негізгі мынау Еуразиялық кеңесте қарасақ, біз қосымша құн салығын көтере отыра Ресейдің деңгейіне сәл жақындайды екенбіз, ол 20%. Негізгі тауар айналымында қазір сол бағытта белсенді. Біз өз кәсіпкерлерімізге көмектесе аламыз ба, әлде керісінше эффект аламыз ба осы реформа нәтижесінде? Жоқ, бұл әрине көмек болады. Біздің өте танымал экономист Жақсылық Көлекеев ағамыз өзінің расчеттарын берді. Мысалы, қазір уақытта 12 мен 20, Ресейдің 20% КХС-мен, Қазақстанның 12% КХС-мен, айырмашылығы 8%. Ол деген қазақстандық бизнесмендердің 8%-қа бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді арасында. Ол деген расчет. Себебі Қазақстандан экспортқа шыққанда Ресейға, мұнда саған 12% қайтарылады, а Ресейға барғанда 20% төлейсің. А олар бізге келгенде, оларға 20% қайтарылады, бізге келгенде 12% төлейді. 8% деген ол әрине көп емес, бірақ кейбір бизнестерде өте маңызды, өте жоғары. Ол деген бір аргумент. Екінші аргумент әрине бизнесті қорғау үшін, бизнесті қолдау үшін, бизнеске жақсы бизнес ахуал жасау үшін қаражат керек. Біздің даму бюджетіміз өте төмен қазіргі уақытта. Қазіргі уақытта 8%-ға жуық бүкіл бюджеттің шығындарында. Біздерде 25 триллион 750 миллиард қазіргі уақытта
бюджеттің көлемі. Оның ішінде 1,2 триллион болғаны даму бюджет. Оның ішінде біздер жаңағы шағын және орта бизнесқа даму арқылы бергенде 300 миллиардқа жуық теңге. Өте аз. Оны бизнестің бәсекеге қабілеттілігін көтеру үшін оған қолдау жасау керек жақсы. Сол қолдауды қайдан аласың? Кіріс болу керек бюджетке. Сол себепте келесі жылға біздер келесі жылға арналған бюджетте, жоспарланған бюджетте біздердің даму бюджетіміз тіпті одан да 6%-қа жуық. 6% 1 триллион 400. Биыл 2 триллион 100 болса, 2 триллион 100 миллиард болса, келесі жылға 1 триллион 400 миллиард. Ондай реформа күшіне енсе, бұл өзгерейін деп тұр ғой. Реформа күшіне енсе, біздер келесі жылға ең кемінде 15%-қа көтереміз. Былай жалпы айтқанда 2 жылдың арасында 20-25%-қа дейін көтереміз. Біздерде даму бюджетті біздер көтермесек, шынымды айтсақ, ешқандай болашақ болмайды. Биыл өздеріңіз көріп тұрсыңыз ғой. Жалпы айтқанда көбісі ойлайды, жаңағы экономика министрлігі және Қазақстанның үкіметі тек жаңағы салық реформасын көріп тұр. Тек сол салық реформа арқылы өзінің бүкіл жаңағы жаман жағдайын шешейін деп жатыр деп. Бюджет тапшылығы. Дұрыс емес, мүлдем. Себебі бірінші бағыты бюджеттік реформа. Бюджеттік кодекске президент қолын қойды. Ол деген біткен мәселе. Келесі жылға біздер басқа бюджетпен келеміз парламентқа. Екінші мәселе жаңағы салық реформа. Салық реформаның маңызы бүкіл философияны өзгерту. Жаңа әлеуметтік шарт жасау, үкімет пен бизнесмендердің арасында. Салықтық базасын көтеру. Біз үкіметтің қаржылық жүйесін тұрақтандыру. Ұлттық қордан қаражатты алуға азайту. Ұлттық қордың көлемін көтеру 29-30 жылға дейін 100 миллиардқа дейін. Болашақ ұрпақтарымызға дейін қалатын қаражат ол. Бізге көмектеседі, мысалы қазіргі дағдарыс кезінде. Ол басталса, тек артымызда тек ұлттық қор бар, басқа ештеңе жоқ. Үшінші мәселе ол нақты секторды қаржыландыру. Биыл қандай қиын жағдай болмаса да, біздер Бәйтерек холдингінің капитализациясын 1 триллионға көтеріп, Бәйтерек холдинг қосымша 7 триллион нарықтан алып, 8 триллионға біздер нарыққа тікелей нақты бизнестік жобаларына қаражат бөліп жатырмыз. 8 триллион. Мен жаңа атап айтып кеттім, біздің даму бюджетіміз 2 триллион. 4 есе көбейтіп жатырмыз. Бюджеттен тыс ақша табып. Оған қосымша биыл 1 триллионға жол саламыз. Оған үкіметтің біздер гарантиясын беріп жатырмыз, кепілдігін. Шетелдік банкілерден қаражат табып. 1 триллион 13,1 мың километр жол саламыз. Ол ақылы жолдар болады. Келесі жылға дейін бюджетке алған ақылы 200 миллиардқа дейін жеткіземіз біздер. Себебі өзін енді қаражатында ақылын көтеру керек жолдар. Темір жолдарды биыл тағы да 1 триллионға саламыз. Жаңа 585 километр, қосымша 1000 километрден астам реконструкция жасаймыз. Тағы да 19 миллион шаршы метр баспана саламыз адамдарға. Ол деген қосымша бара жатыр. Сол себепте үшінші бағыт нақты секторға бюджеттен тыс сыртқы нарықтардан алып қаражат салуға. Ол деген ешқандай қауіпсіздігі жоқ, себебі бизнес жаңа жобалар тиімді болса, олар осы алған қарызды өздері қайтарып береді бюджет. Қайтарады, тиісінше экономикаға пайдасы. Төртінші бағыт, ол әлі құпия. Қазір біздер дайындап жатырмыз оны. Шет жағасын сіздер естідіңіз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтты, біздер техноқала ашамыз. Оның ішінде не болады, қалай болады, үкімет жақында жариялайды. Ол деген келесі біздің бағдарламаға қалсын. Жақсы. Көп рахмет, Серік Мағашұлы. Сізге көп рахмет.